сіздерге. Мен Нұрғиса Тілендиев атындағы облыстық мектеп-интернатының 8-ші А сынып оқушысы Серік Маржан. Менің зерттеу тақырыбым Тараз тарихымыздың алтын діңгегі. Қазақ елінің ең көне қалаларының бірі Тараз. Көне қалаларының өзінің тарихы мен тағдыры бар. Қызық та қилы кезеңдерде өсіп өркендеген, даму жолдарында шежіре сырлары мол. Ең негізгісі ірі сауда орны, саяси, мәдени орталық болғаны да көпке мәлім. Тараз қаласының тарихы тереңде. Керуен жолдарының түйіскен жері Талас аңғарының негізгі қаласы болған. Қазақ елінің тарихы көнеден келе жатқан құнды мұраларға толы. Тарихқа көз жүгірте өтсек, ежелден келе жатқан орта ғасырлардан қазіргі заманымызға келіп жеткен ұзын саны мыңнан асып жығылатын жәдігерлер бар. Біздің өлкеміз Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандықтан тарихи мәдени жәдігерлер өте көп. Сәулет өнерінің орта ғасырлық інжу маржаны, Айша бибі, Қарахан, Дәуітбек кесенелері, киелі тектұрмас, Ақыртас, Сарай кешені, Қали Жүністің шығыс моншасы секілді баға жетпес жәдігерлер Тараз қаласына ерекше көрік беріп, жылдан жылға туристердің қызығушылығын арттырып келеді. Айша бибі кесенесі мазар текше пішінді және күмбезді болған. Әңгімелерге қарағанда бұл мазарда 12 ғасырда өмір сүрген атақты ақын және ғалым Хәкім атаның қызы жерленген. Ол өзінің көңіл қосқан жары Қараханға бара жатқан сапарында қайтыс болған. Айша бибі мазары да бізге өте қатты бүлінген күйде жетті. Оның күмбездері, шығыс қабырғасы түгелдей және оңтүстік пен солтүстік қабырғалары жартылай құлап жоқ болған. Қарахан кесенесі Қазақстанда 11 ғасырдан сақталған сәулет өнерінің ескерткіші. Қазіргі Тараз қаласы батыс шетінде орналасқан. Кесене Қарахан әулетінен шыққан белгілі хан Махмұд Боғра Қарахан қабірінің басында орнатылған. Тектұрмас кесенесі орта ғасырлардан қалған сәулет өнері ескерткіші. Тараз қаласының шығыс жағында Талас өзенінің оң жағалауында төбе үстінде орналасқан, шамамен 14 ғасырда салынған, авторы мен салушысы белгісіз. Кесене толық қирап қалған. Ол тек 19 ғасырдың 80-ші жылдары түсірілген фотосурет арқылы ғана белгілі. Күйдірілген кірпіштен салынған күмбезді болған. Іргесі төртбұрышты болып келген. Кіретін арка тәрізді қақпасы батысқа, Тараз қаласына қарай қараған. Жергілікті тұрғындар кесене тектұрмас деген атпен белгілі болған әулие Сұлтан Махмұд хан жерленген орын деп есептейді. Тараз ежелден ұлттық бірлікті санада сақтаған, татулықтың ордасы болған өңір. 1465-1466 жылы Шу өңіріндегі Қозыбасы жерінде Қазақ хандығының алғаш туы тігілген жер. 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтіп, сол жылы қаламызда Қазақ хандығының негізін салушы Керей мен Жәнібекке ескерткіштер тұрғызылды. Төрткүл керуен сарайы 11-13 ғасырларда қаланың батыс шетінде орналасқан тік төртбұрышты. Оның оңтүстік-батыс қабырғасы сақталмаған. Оңтүстік-шығыс қабырғасы бұзылған. 1983-1985 жылдары Тараз археологиялық экспедициясы керуен сарайда зерттеу жұмыстарын жүргізді. 2008 жылдан бастап қазба және қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізген болатын. Шығыс ғұламасы Фирдоус айтқандай, сергітер жүрек жарасын, мөп-мөлдір көздер қарасын. Тараздан ғана табасын деп, Тараздың салт дәстүріне, топырағына сүйсінген. Талай ақын Тараз сұлуларының ақылы көркіне сай екенін жырға қосқан. Елбасымыз айтқандай, бірлігі бар елдің ынтымағы берік демекші, ынтымағымыз бен бірлігіміз берік болсын.